Баршаңызға жақсы қаралым болсын. Бұл фильмде Элоди ханшайым өзінің ақыл-ойымен үңгірдегі айдаһарды өзіне қалай баурап алатындығы туралы баяндалады. Аурияның бірінші патшасы өз иелігінде тұратын айдаһарды жеңуге тырысады. Алайда патшаның барлық адамдары өліп, ол құбыжықпен жалғыз қалады. Ғасырлар өткен соң лорд Бейфорттың қызы Элодиге Ори патшайымы Изабелланың ұлы ханзада Генеге үйлену туралы ұсыныс түседі. Элодидің әкесі бұл некеге тұруды талап етеді, өйткені қалыңдық құны өзінің жеріне, халқына көмектесуі мүмкін. Элоди келіседі және олар Аурияға барады. Алғашында Элоди мен Генри ханзада бір-біріне қызығушылық танытпайды, бірақ бірте-бірте жақындай бастайды. Оларды саяхатқа деген ұмтылыс біріктіреді. Леди Бейфорт, Элодидің өгей шешесі Изабелла патшайымнан күдіктене бастайды, және Элодиді келісімді бұзуға көндіруге тырысады. Үйлену тойынан кейін Элоди мен Генри ханзада бірігуін тойлау үшін таудағы ежелгі дәстүрге қатысады. Изабелла патшайым оларға бірінші патша мен айдаһар арасындағы келісім туралы айтады. Оған сәйкес халқы мен құбыжық арасындағы тыныштықты қамтамасыз ету үшін және 3 қызын құрбандыққа шалуға тура келгенін айтады. Салтанатты рәсімнен кейін Генри ханзада Элодиді көтеріп айдаһар ұясының үстіндегі көпір жолмен жүреді. Изабель патшайымның бұйрығымен Генри ханзада Элодиді тұңғиыққа лақтырады. Биіктіктен құлаған Элоди айыққаннан кейін өзінің нағыз құрбан екенін түсінеді. Ол аяғын өртеп жіберген айдаһардан қашып, жарқыраған жібек құрттарына толы үңгірді көреді. Элоди жібек құрттарды жинап, оларды жарық көзі ретінде пайдаланады. Кенеттен Элоди ұйықтап кетеді, түсінде айдаһардың құрбаны болған және сол үңгірден шыға алмай қаза болған қыздар түсіне кіреді. Өз ұйқысынан шошып оянса, жібек құрттар аяғындағы күйікті емдеген. Бұл жер қауіпті, үңгірден шығу мүмкін емес деген тасқа жазылған жазбасы бар үңгірді табады. Үңгірдің ішінде тасқа қыздардың есімдері жазылған және адамдардың қаңқасын көреді. Және сол үңгірде тасқа сызылған картаның сызбасы да бар. Картаның сызбасын көріп Элоди қуанып қалады. Элоди карта бойынша таудың бүйіріндегі биік тік жартастың тұйығына дейін барады. Бірақ ары қарай ол жоқ болып шығады. Кері қайтып келесі үңгірге тап болады. Ол жерден патша құрбандықтарының себебін түсіндіретін өлі айдаһар сәбилерінің қаңқасын табады. Сол уақытта Элодидің әкесі лорд Бейфорт бастаған құтқару тобы келеді, бірақ айдаһар оларды, соның ішінде лордты да өлтіреді. Алайда Элоди үңгірден шығып құтқару тобының жылқыларының біріне мініп қашады. Артынан айдаһардың ұшып келе жатқанын байқап, ол үлкен тастың астына жасырынады, ал айдаһар Элодидан айырылып қалғаны үшін жердің айналасына өрт шашады. Элодидің құрбандығы сәтсіздікке ұшыраған өрттен алаңдаған Изабель патшайым Элодидің сіңлісі Флорияны алып кетуге бұйрық береді. Шарасыз қалған леди Бейфорттан хабарды білген Элоди айдаһарға жем ретінде сіңлісі Флорияны құтқару үшін таудағы үңгірге қайта барады. Элоди Флория сіңлісіне жету үшін бар күшін салады. Сіңлісі Флорияға айдаһардан жасырынуын айтып, ол айдаһармен бетпе-бет келіп, оны аурияндық патша әулеті алдап келгенін айтады. Элодидің айтуынша, үйлену тойында қалыңдық пен ханзаданың алақандарын тіліп, екі жастың қаны араласқасын айдаһар үңгірге түскен ханшайымдарды Аурия әулетінен шыққан деп ойлайды. Элодидің сөзіне сенуден бас тартып, айдаһар бірінші патшаның шабуылы себепсіз болғанын айтады. Сосын оған шабуыл жасайды. Элоди өзінің күшіне сеніп, айдаһардың өзін өртеп жібергенше күреседі. Бірде оның мейіріміне бөленген ол айдаһарды шындыққа сендіреді, және екеуі де жарқыраған құрттармен емделеді. Айдаһар мен Элоди патша сарайына аттанады. Содан кейін Элоди сарайдағы тағы бір құрбанның үйлену тойын үзіп, Аурия әулетінің өтірігін және сатқындығын әшкерелейді. Ханшайымға және оның отбасына қашуға кеңес береді, ал айдаһар Аурия патшалығын және оның дворяндарымен қоса сарайды өртеп жібереді. Бірнеше күннен кейін Элоди, Флория және леди Бейфорт айдаһардың сүйемелдеуімен үйлеріне келеді. Фильм ұнаса қолдау білдіріп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.